Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Ұстап отқан оразаларыңыз қабыл болсын. Мен өздеріңіз білетіндей артық салмақпен күресіп жатырмын. Бұйыртса мына ертең гипсімді аламын қолымдағы. Мен жеңіл желпі спорттық түрлермен айналысамыз. Енді жестко бастаймыз деп ойлаған едік. Осының қалғанмен қолымыз сындырып алып. Дұрыс тамақтанған бері айтқан қантсыз жоғарылаған бәрі орнына түсіп, бәрі жақсы жағына қарай жылжып жатыр. Алла бұйыртса ақшамызға жақын арада қысқаметражды фильм шығады. Қысқаметражды фильмнің қазіргі аты құмықпа деген кино. Рамазанның кезінде адамдарға тәрбиелік мәні бар, ақыл қалдыратын, ой қалдыратын қысқаметражды кино түсіреміз деген ниетіміз бар. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Подписаться деген бөлімді бассаңыздар тіркелесіздер. Қоңырауды басып қойсаңыздар, әр шыққан киноны көріп отырасыздар. Осы видеома да лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Алда жақсы туындылар, жақсы сериал шығарсақ деген ниетіміз бар. Командамызбен күтіңіздер, қапқамаңыздар, тіркеліп отырыңыздар каналға. Жалпы өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып отырыңыздар. Негізі сериалымызды боевик жанрында дейді ғой, криминал жағында түсірсек деген ойымыз бар. Қызықты де көрерменнің жүрегіне бір ой қалдыратын қылып түсірсек деген ниетіміз бар. Тағы да мынау кілт деген фильміміздің ары қарай жалғасын түсірсек деген ниетіміз бар. Кілттің деген фильмнің жалғасын күтіп жатқандар болса, мына комментарийға қалдырыңыздар. Күтіп жатсыздар ма? Кілттің жалғасын түсірейік пе? Өздеріңіздің ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Сол жаңағы цель 90 килограмм. Алла бұйыртса жетеміз деген ниеттеміз. Артық салмақпен күресіп жатқандар болса, бірге бөлісіп, өздеріңіздің ақылдарыңызбен бөлісіп, кеңестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Мен сол артық салмақпен күресуімді жалғастырып жатырмын. Ораза болса да дұрыс тамақтанып, спортты бастап кетемін деген едім. Өздеріңіз білесіздер, ораза жілігімді сындырып алдым. Аллах бұйыртса ертең біз шешкеннен кейін тағы бір ай күтінсек, жестко спортпен айналысамыз деген ниет бар. Жалпы егерде сериал түсіріп жататын болсақ, кастинг жариялаймыз. Кастингті де осы парақшада жариялаймыз. Сол үшін тағы да айтайын, парақшаға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар, қапырмаңыздар, кастингтен қалып кетпеңіздер. Дәл сіз де сол сериалдан өзіңіздің роліңізді табуыңыз әбден мүмкін. Ренжімеңіздер, бір қолмен түсіріп жатқаннан кейін мынау сәл қиындау болып жатыр. Штативке қоя алмай жатырмын камераны, жөндеп өзім қолмен бір қолмен ұстап түсіріп жатырмын. Кешірім өтінемін, мен сәл телефонын бірінде түсіріп жатқан болып жатса, каналға тіркеліңіздер. Қазақша контентті дамытайық. Алда бұйыртса, алда тек қазақша, мүмкін көрермендер сұранып жатса, орысша да түсіріп жатармыз. Оны да комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Жазып, кім қазақша түсірілген киноны қалайды, кім орысша кино түсірілгенін қалайды.
командамыз басы құралып жатыр. Махамбет фильмді қайтадан ашып жүргізейін деп жатырмын. 2014-те ашып 2016-да Махамбет фильм киностудиясын таратып жүрген болатын. Жағдайларға байланысты енді қазір сол киностудиямызда жиналып жатыр. Алла бұйыртса ертең гипсімді алдырсам, арбыны жаңағы қысқа метражды фильміміз Құнықпа деген киномызды түсіреміз. Қысқа метражды киномызды тамашалайсыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Қазақша контентті көтерейік. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше. Ассалаумағалейкум.